қысқа ғұмырында артына мол мұра қалдырған біртуар тұлға Серікбол Қондыбай Маңғыстау жер-су атауларына жан-жақты терең талдау жасаған. Соның бірі Қызылқала қалашығы. Маңғыстау облысы Шетпе ауылынан 20 км солтүстік-батыс бағытта орналасқан археологиялық ескерткіштердің бірі. Алғашқыда ескерткіштің қабырғалары ғана бекітілген керуен сарайы болғаны, ал кейіннен сыртынан таспен қапталып 13 қарауыл мұнаралы мықты қамалға айналдырылған. Бекіністі айнала қоршай саудагерлер мен кәсіпкерлердің гүлденген қаласы орналасып жатты. Қыш шөлмек ыдыстардың күйдірілген кірпіштер мен темірден, мыстан, құнды металдардан жасалған бұйымдардың болуы бұл жерде өндіріс орындарының болғандығын айғақтайды. Қорған Хорезм империясының Маңғыстауға келетін керуендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тұрғызылған. Қазіргі таңда 2012 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіліміне орта ғасырлық Қызылқала қалашығы енді. Оңдыдан оңтүстікте 5 км жерде орналасқан Киютам кесенесі қауымдықтың атауы Қалматайдың қара жалы деп те аталады. Аңызға сүйенсек, Олжаның қызын күйеу жігітпен Қалматай алып қашады. Қуғыншылар жеткен жерінде Қалматайды өлтіріпті. Сонан соң қуғыншылар қыз бен жігітті де қуып жетіп өлтіреді. Қазір үшеуінің де моласы бар. Бір-бірінен 3-4 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Бұл жерде олжа сөзі ру ма әлде есім бе екендігі белгісіз. Маңғыстау ауданы Ақшымырау селосынан 25 км шығыс бағытта орналасқан Мың кісі ата кесенесі. Қорымның пайда болуы шамамен 18-19 ғасырларға жатқызылады. Қорымдағы кесене саған атамдар алыстан-ақ көзге түседі. Мың кісі Байсалұлы шамамен 1793-1838 жылдар аралығында өмір сүрген адам. Мың кісі атақты сынықшы емсек ретінде жұрт есінде қалған. Атаның дүниеге келуі, әкесі Байсалға Бекет атаның жәрдем беру туралы аңыз бар. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы әкімдігінің 2010 жылғы 28 шілдедегі номері 279 қаулысы бойынша жергілікті маңызы бар тарихи және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген. Шетпе территориясы, Аусары маңы, Көгала тауы. Серікбол Қондыбай шығармаларында Аусарыға жақын жердегі қара диірмен, кеулеме көмірлерінің қуаты аз, күлі қызарып көкке жарамағасын Көгаланың көмірін қазып пайдаланған. Көгаланың көмір шығатын жері таудың баурайы. Күнде арқалап келу қиын болғандықтан көмір алатын жердің басына барып, ағаш үйін тігіп, іс істеген. Таудың баурайына азғантай тақтайлық ыза суы бар екен деп көрсетілген. Тұзбайыр соры. Маңғыстау ойының үстірт ернектеріне тіркеліп жатқан тұсында Маната тұсы, солтүстік батысында Қасқыр жол жотасымен шектеседі. 1825 жылы Берке экспедициясының жолбасшысы Тегенов
өз сілтемесінде ежелгі Амудария арнасы оңтүстік үстіртті жиектей отырып Тұзбайыр арқылы Каспийге құйған деген дерек береді. Форт Александровскіден Красноводскіге баратын жол бойында орналасқан Түлкілі мүйісі. Өскінбай Қалманбетұлының шығармаларында оның былай қасында Түлкілі, Құйжақ, Саура бар. Сағынды тауын жағалап, аралды үрпек барсақ, сауда бар деп көрсетілген. Туризмге сұранып тұрған Маңғыстаудың көркем жерлері мұнымен аяқталған емес. Осы тұста әр жердің өзіндік ерекшеліктерін, тарихы мен атауына талдау жасап қалдырған Серікбол Қондыбай алтын тұлға.